Сәлем құрметті көрермен, сіз білетін және сіз күткен арна сіздің назарыңызға қайта оралды. Бізден жақсысын ұсынамыз. Бейнесіндегі лайк түймесін басып, жұмысымызды жауапсыз қалдырмаңыз. Ендеше біз бастадық. Астаналықтар 13 миллиард теңгенің тегін дәрі-дәрмегімен қамтылды. Елордалықтар жыл басынан бері 13 миллиард теңгенің тегін дәрі-дәрмегімен қамтылды деп хабарлайды Бақ.кз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру елорда филиалына сілтеме жасап, амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттармен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілуге, оның ішінде белгілі бір аурулары бар азаматтардың жекеленген санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін және жеңілдікпен берілетін дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің тізбесін бекіту туралы бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады